Баршаңызға сәлем, құрметті көрермендерім, мен арнама қош келіпсіздер. Бүгін үй жағдайында кепсегідей қытырлақ ащы тауық қанаттарын дайындаймыз. Міндетті түрде менімен бірге дайындап, өз ойларыңызбен бөлісе кетіңіздер. Әдеттегідей ең алдымен бастамай тұрып, егер де менің арнама жазылмаған болсаңыздар, міндетті түрде жазылып қолдап қоюларыңызды сұраймын. Тауық қанаттарын 3 бөлікке бөлеміз. Тауықтың фалангалары оңай кесіледі. Ең кіші бөлігі бізге қажет емес, оны алып тастаймыз. Тауық қанаттарын әр жерінен осылай вилкамен кесіп шығамыз, сонда маринадымыз жақсы сіңеді. Маринадқа тұз, кептірілген сарымсақ, паприка және де қызыл ащы бұрыш қосамыз. Сондай-ақ салқын су қосып, жақсылап араластырамыз. Тауық қанаттарын кемінде 2 сағат маринадтаймыз. Алдын ала түнде маринадтап қойсаңыздар да тіптен керемет болады. Енді панировкаға кірісеміз. Ұнға тұз, паприка және де ащы бұрыш қосып жақсылап араластырамыз. Осы ұнға тауық қанаттарын аунатамыз. Ары қарай тауықты маринадтаған суға батырып алып, қайтадан ұнға жақсылап аунатамыз. Терең ыдысқа майды көбірек құйып қыздырып аламыз. Қызған майға тауық қанатшаларын қуырып аламыз. Орташа отта 13-15 минут уақыттай тауық қанаттары қызарғанша қуырамыз. Осылай үй жағдайында оңай тауық қанаттарын дайындауға болады. Егер де видеом ұнаса, лайк басып, комментарий қалдырып кетіңіздер. Астарыңыз дәмді болсын.